Қарапайым бір тауықты елестетіңіз. Таңертең айқайлап оятатын, күн сайын жұмыртқалайтын үй жануары. Бірақ бір сәтте ойланып көріңізші. Бұл кішкентай тіршілік иесі бұрын жерді дүр сілкіндірген алып динозаврдың ұрпағы болуы мүмкін бе? Иә, бұл сұрақ сізге күлкілі естілер. Бірақ соңғы 10 жылдықтағы ғылым, археология және генетика зерттеулері бізге таңғаларлық шындықты ашып отыр. Тауық пен динозавр арасындағы шекара ойлағаннан әлдеқайда жіңішке. Бұл видеода біз динозаврлар мен құстардың ұқсастығын, ғылым тапқан нақты қазба дәлелдерін, генетикалық тәжірибелерді және тауықтың ДНК-сын зерттейтін боламыз. Мүмкін сіз түскі асқа жеген тауық еті бір кездері жерді билеген жыртқыштың ұрпағы шығар. Ендеше ассалаумағалейкум. Тақырып қызықты ма? Онда экранға жақындаңыз. Біз динозаврлар дәуіріне сапар шегеміз. Ал сіз лайк басып тіркеліп кетіңіз. Сізге осы тақырып қызықты болса, комментарийге плюс белгісін қалдырыңыз. Динозаврлар бұл аты латын тілінен аударғанда қорқынышты кесіртке дегенді білдіреді. Олар шамамен 230 миллион жыл бұрын Тирас дәуірінде пайда болып, 160 миллион жыл бойы жер бетінде үстемділік етті. Динозаврлар біздің планетамыздың тарихындағы ең ұзақ өмір сүрген және ең алып тіршілік иелері. Олар континенттерде еркін жүріп, аспан мен судан басқа жердің бәрінде тіршілік етті. Динозаврлар негізінен екі топқа бөлінеді: өсімдікпен қоректенетіндер және етпен қоректенетіндер. Орнитищалар. Олар өсімдікпен қоректенетіндер. Олардың ерекшелігі жамбас тиегі құстарға ұқсайды. Алып денелі, баяу қозғалатын шөппен қоректенетін бейбіт жануарлар. Ал оған қарама-қарсы сауришиялар. Олардың арасында жыртқыштар да, шөпқоректілер де бар. Бұл топ өте маңызды, өйткені қазіргі құстар дәл осы топтың ішіндегі тераподтардан шыққан. Тераподтар екі аяқпен жүретін, көбінесе жыртқыш, кейде аралас қоректі болған динозаврлар. Олардың денесі жеңіл, сүйектері қуыс, жылдам қозғала алатын ақылды тіршілік иелері болған. Ең бастысы, кейбір тераподтардың қауырсындары да болған. Терапод динозаврлар тауық, бүркіт, көгершін сияқты құстардың арғы бабалары болуы мүмкін деген негізгі себебі осы. Олардың дене құрылысы мен мінез-құлқы бүгінгі құстарға таңғаларлықтай ұқсас. Бірақ бұл жай болжам емес. Ғылымда бұл туралы нақты дәлелдер жеткілікті. Ендеше сол дәлелдерге көз жүгіртейік. Бүгінгі күнге дейін көп адам құстарды мүлде басқа тіршілік иесі деп ойлады. Алайда соңғы 30-40 жылда ғалымдар құстар мен терапод динозаврлар арасында таңғаларлық ұқсастықтар тапты. Тіпті қазіргі құстарды тірі динозавр деп атауға себеп бар. Құстарда динозаврларды екі аяқпен жүреді. Ұзын үш саусақты аяғы бар, қуыс жеңіл сүйекті, ішке қарай бүгілген қол, жамбастың және иықтың ұқсас орналасуы. Велоцираптор мен тауықтың қол сүйегін салыстырғанда олардың қанаттары мен саусақтарының бағыты бірдей екені байқалды. Динозаврларды құс секілді жұмыртқа салған. Көптеген тераподтар жұмыртқасын ұяға салып, тіпті басып шығарған. Мысалы, авираптор жұмыртқасында отырған динозавр табылған. Бұл құстар мен динозаврлардың тек қаңқасы ғана емес, мінез-құлқы да ұқсас болғанын көрсетеді. 1990 жылдардан бері Қытай мен Моңғолияда қауырсындары бар тераподтардан қазбалар табылды. Бұл қауырсындар жылуды сақтау, қарсы жынысты тарту, кейін ұшу мақсатында дамыған. Алғашқы қауырсындар ұшу үшін емес, жылуды сақтау үшін немесе сән үшін пайда болған. Бірақ олар құстарға ұшуға жол ашқан басты құралға айналды. Бұрындары динозаврлар соғыққанды болды деп ойлаған. Бірақ қан айналымы, қаңқа құрылысы, өсу жылдамдығы, бұлшықет құрылысы бәрі жылықандылыққа ұқсайды. Қазіргі құстар жылықанды. Бұл оларға биікке ұшуға, белсенді өмір сүруге мүмкіндік береді. Ғалымдар кейбір динозаврларды дәл осындай қасиетке ие болған деп есептейді. Тераподтардың ми көлемі мен құрылымында көру орталығы жақсы дамыған. Құстарға ұқсас теңгерім мен ептілік бар. Терапод динозаврлары мен қазіргі құстар арасында байланыс тек сыртқы көріністе ғана емес, олардың ішкі жүйесі де ұқсас. Олар бір эволюциялық тізбектің өкілдері болуы мүмкін. Ғалымдар үшін ең сенімді жауап, жердің астында соңғы 10 жылдықтарда табылған сүйектер бізге құстар мен динозаврлар арасындағы байланысты нақты дәлелдеді. 1990 жылдары Қытайдың солтүстік шығысындағы Ляонин провинциясында әлемге жаңалық болған табылысты бастады. Бұл өңірде миллиондаған жылдар бұрын жанартау атқылауы болып, тіршілік лезде қатып қалған. Сол себепті дененің жұмсақ тіндері, тіпті қауырсындары сақталып қалған. Ең сәтті табылу Синозавроптерикс. Бұл түр шамамен 125 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Денесінде қарапайым, жүнге ұқсас қауырсындары бар. Ұша алмаған, бірақ қауырсынды болған алғашқы тераптардың бірі. Бұл төрт қанатты динозавр ағаштан ағашқа сырғанап ұшуға бейім. Қауырсындарының құрылымы қазіргі құстарға өте ұқсас.
2003 жылғы ғалымдар Америкада таңғаларлық табысқа қол жеткізді. 68 миллион жыл бұрын өмір сүрген тираннозавр рекс сүйегінің ішінде жұмсақ тіндер мен қан тамырларына ұқсас құрылымдар табылды. Бұл қалдықтар микроскоппен зерттеліп, ішінде биологтар болғанын дәлелдеді. Бұл ақуыздар қазіргі тауықтың ақуызымен салыстырғанда нәтижесінде көптеген бөліктері 60%-дан аса ұқсас шықты. Бұл тек сыртқы ұқсастық емес, молекулалық деңгейдегі дәлел. Кейбір динозаврлардың ұялары қазіргі құстардың ұясына қатты ұқсайды. Мысалы, авираптор. Зерттеулерде авираптор жұмыртқасын басып жатқан күйде табылған. Жұмыртқа пішіні, қабық құрамы, қабатпен салынуы барлығы қазіргі құстарға жақын. 1861 жылы Германияда табылған археоптерикс қазіргі ғылымдағы ең маңызды табулардың бірі. Ол жартылай құс, жартылай динозавр. Археоптерикстің ерекшелігі қауырсындары бар, ұшалған, бірақ тісі бар. Құйрығы ұзын, сүйекті, саусақтарында тырнақтар болған. Ол динозаврлар мен құстардың арасындағы жетіспейтін буын. Бұл бізге эволюция жолының нақты дәлелін береді. Сіз тауыққа қарағанда қазіргі жер бетінде жүрген тірі динозаврды көріп тұрмын деп ойлайсыз ба? Ғалымдар үшін бұл енді гипотеза емес, нақты ғылыми тұжырым. Тауық қазіргі замандағы құстардың ішінде Желеформис отрядына жатады. Құстардың барлығы теропод динозаврлардан тараған. Нақтырақ айтқанда, манираптор деп аталатын кіші топтан. Бұл топқа велоцираптор, диноних, авираптор және тағы да басқа тероптар жатады. Ең қызығы, Гарвард университетінің ғалымдары тауықтың ДНК-сын зерттеп, оның құрамында ежелгі динозаврмен ортақ генетикалық код бар екенін анықтады. 2006 жылы тираннозавр сүйегінен табылған ақуыз тізбегі тауықпен 60% сәйкес келді. Зерттеуші Джек Хорнер: бізге динозаврдың ДНК-сын қалпына келтірудің қажеті жоқ, ол тірі тауықтың ішінде деп айтқан. Ол тауықты динозаврға айналдырғысы келген. Ол құйрықты ұзарту, саусақтарды бөлу, тістерін шығару сияқты істермен айналысқан. Нәтижесінде гендердің көпшілігі ұйқыда болғанымен олар сақталған. Яғни қазіргі тауықта ежелгі ата-бабасының коды сақтаулы. Қаңқа құрылымының ұқсастығы қазіргі тауыққа екі аяқ, қуыс сүйектер, қанат тәрізді қол, жамбастың құрылымы динозаврдікіне ұқсас. Чикен жобасы деген не? Жоба жетекшісі жоғарыда айтқандай Джек Хорнер, атақты американдық палеонтолог. Ол тауық эмбрионын зерттеп, онда өшіп кеткен, бірақ сақталған ежелгі гендерді оятқысы келді. Осылайша артқа қарай эволюция жасап, динозаврға ұқсас тіршілік иесін қалыптастыруды көздеді. Ол мынандай морфологиялық белгілерді өзгерткісі келді. Құйрық. Қазіргі тауықтың құйрығы қысқа, бірақ оның ДНК-сында ұзын құйрықты гендер бар. Тәжірибе кезінде сол ген белсенді болып, ұзын құйрық өсе бастады. Қазіргі тауықтың тұмсығында тіс жоқ, бірақ эмбрион кезінде тіс шығаратын гендер қысқа уақытта оянды. Ғалымдар бұл генді белсенді етіп, тіс өсуге мүмкіндік жасады. Тауықтың қанатында бірігіп кеткен саусақтар бар. Теропод динозаврларда жеке-жеке 3 саусақ болған. Эмбрионалды сатыда осы саусақтарды қайта ашу мүмкіндігі байқалды. Бұл өздеріңіз көргендей, не тауыққа, не динозаврға ұқсамады. Маған сурет салып үйрететін адам керек сияқты. Бірақ сол тауық толықтай динозаврға айналды ма? Жоқ. Бірақ тәжірибелер құйрықты өсіру, саусақтарды ашу, тіс белгілерін пайда қылу, қаңқа пішінін өзгерту сияқты заттарды ғылыми тұрғыдан мүмкін екенін дәлелдеді. Бүгінде толыққанды эксперимент жасалған жоқ, бірақ бұл ғылымның адам сенгісіз шекараларына жетіп жатқанын көрсетеді. 66 миллион жыл бұрын жер бетінде ешкім күтпеген оқиға орын алды. Аспаннан түскен бір ғана астероид бүкіл планетадағы тіршіліктің 75%-ын жойып жіберді. Динозаврлар сол апаттың басты құрбандарының бірі болды. Бірақ бір қызығы, сол апаттан кейін де бір топ тірі қалды. Олар қазіргі құстар еді. 66 миллион жыл бұрын қазіргі Мексика аумағында астероидтың соғылу орны. Астероид диаметрі 10-12 километр болған. Соның әсерінен ормандар өртеніп, түтін мен шаң күн көзін жауып тастады. Ауа райының күрт өзгеру басталды. Азық тізбегі бұзылды. Тіпті тірі қалған құстарға да азық жетіспеді. Динозаврлардың жойылуының басты себептері алып болуы, жай қозғалуы, жаңа жағдайға бейімделе алмауы және де ұша алмауы. Құстар динозаврға қарағанда әлдеқайда кішкентай болды. Азық азайған кезде олар азырақтан да өмір сүре алды. Құстар ұшып жүріп тірі қалуға қолайлы жерге көшіп отырды. Бұл адаптация мүмкіндігін арттырды. Қауырсындары жылуды сақтауға көмектесті, жаңа климатқа бейімделуге мүмкіндік берді. Жұмыртқаларын қауіпсіз жерлерге жасырды. Кейбір түрлері бірден ұша алатын күйде туылды.
Ғалымдар қазіргі құстарды жойылып кеткен динозаврлар тұқымының аман қалған тармағы деп атайды. Олар авиялық динозаврлар. Ал енді сақ болыңыз, сіздің үйіңіздегі тауық өз атасын есіне түсіріп, үйіңізбен қосып құртып жібермесін. Ал менің сіздерге кішігірім ғана өтінішім бар. Ол қазақ шығарылымын қолдау. Яғни осы видеоға лайк басып, өз ойыңызбен бөлісіп, достарыңызға жіберсеңіз болды. Бұл қазақ шығарылымын қолдауға көп көмектеседі.